Баршаңызға сәлем, сіздермен Дана. Бүгінгі видеода осындай жилетка тігетін боламыз. Клиентімнің қалауымен жилетканы дак матасынан тіктік. Алдына осындай шторный велюр қолдандық. Ол үшімізге керекті өлшемдер: кеуде айналымы, бел айналымы және басқамыздың ұзындығы 20 см. Өйткені қазір матаға түсіргенде біз 4/1 бөлігін ғана түсіретін боламыз. Бұл жерде кеуде айналымы 22, бел айналымы 19. Оған свобода облегания 2 см қоссаңыздар, общий айналымда 4 см свободаға беріледі. Ал оны қоспаса да қосса да болады, өз қалауларыңыз. Бізге дополнительно ДТП, бұл длина талии переда, мойын мен иықтың қосылған жерінен осы көкірек арқылы белге дейінгі ұзындық. Бұл жерде 42 см болды. Қазір сол 42-ні түзу сызық, матамызды екі қабаттап түзу сызық сызып 42 деген өлшемді белгілейміз. Одан кейінгі өлшем бізде высота груди. Высота грудиіміз бізде 28, тоже үстіңгі сызықтан 28 см. Высота грудиімізді, кеуде биіктігімізді өлшеп алып, түзу сызық сызатын боламыз. Үстіңгі түзу сызықтан біз мойын ойынысын жасап шығарамыз. Бізде 9 см стандарт, одан кейін 12 см иықтың ұзындығы. Иықтың ұзындығынан біз осы иықтың қолтық ойынысын жасап шығаратын боламыз. Бұл жерде стандартның өлшем бойынша 20 см деп алдым. Бұл базовый, қазір крой жасаймыз, одан кейін өзгерістер болады. Өзгерістер жасауға болады, яғни қолтық ойынысынан алып тастайтын боламыз. Бұл жерде біз жаңағы 4 бөлікке бөлген өлшемдеріміз свобода облегания қосылғанда осылай талиямыз 21, кеудеміз 24 болды ғой, соларды осылай қосып сызатын боламыз. Иық өлшемі 12 см біткен жерінен астыға қарай тағы да 3 см түсіреміз. Бұл біздің иығымыздың формасы, стандартный өлшем. Алдыңғы мойнымыз 9 см плюс 1, 10 см болады, бірақ бізге қазір мойын ойынысы оюдың қажет жоқ, өйткені бізде осылай V-образный алды жағы жилетка болғандықтан осылай түзу сызамын кеуде тұсына дейін. Енді қасына тігіске 1 см қосып қырқып аламын. Алдыңғы бөлігін қырқып алғаннан кейін осылай артқы бөлігін жасайтын боламыз. Дәл осы жилетканы қайталап сызып шығамыз. Матаны екі бүктеп, сгиб жағына артқы бөлігін жасаймыз, өйткені артында ешқандай тігіс болмайды. Жилетканың үстіңгі бөлігінде иықтың бөлігімен осылай түзу сызық сызып, артқы мойын ойынысы астыға қарай 2 см түсіп, ұзындығы 9 см қалып, тура солай қайталап қиып алатын боламыз. Біздің алдыңғы және артқы бөлігіміз осылай қиылды, дайын болды. Енді бізде базалық өлшем жасалғандықтан бізге кішкене тағы да қолтық ойынысын кеңейту керек. Мен 2 см-дей түсіп, осылай ойып алдым. Жилетканың артқы бөлігі мен алдыңғы бөлігін иықтарын өлшеп, артық жерлерін осылай жилетканың алдыңғы бөлігінен қиып тастаймыз.
жилеткамызды алды артын бірге қосып, одан кейін оверлоктап шықтым. Одан кейін жилеткамыздың артқы бөлігінде тура ортасын тауып, центрдің сол ортасынан оңға және солға 10-10 сантиметрден бөліп, 3 сантиметр выточка жасадым, ұзындығы 12 сантиметр. Бұл бізде баскамен болғандықтан жилетка кішкене приталенный, бел жағы қыналып тұру үшін жасалған выточка. Енді бізге баска жасау үшін осылай жилетканы қойып, сантиметрмен өлшеп аламыз. И сол өлшенген өлшемімізді қазір екіге бөліп, матамызды екі қабаттап қойып, қазір сантиметрмен осы бұрышынан радиус сияқты, сол мысалы менде 44 сантиметрде шықты, сол 44 сантиметрді қойып, сантиметровый лентаның көмегімен сызып шығатын боламын. Баскамыздың ұзындығы 20 сантиметр. Қазір осы сызылған бөліктен 20 сантиметрді белгілеп шығатын боламын. Бір сантиметрдей тігіске орын қалдырып, осылай қиып шығатын боламыз. Баскамызды қиып алғаннан кейін осылай жилеткамызбен қосып тігіп оверлоктап аламыз. Жилеткамен басканы қосып алғаннан кейін артқы мойын бөлігінің дәл ортасын кішкене қиып, насечки жасап аламыз. Жилеткамызды осылай қойып, дәл сол мойынның насечка жасалған бөлігінен баскамыздың соңына дейін сантиметрмен өлшеп шығамыз. Өлшенген өлшемді біз қазір сол артқы насечки жасалған бөлімнен тігіс жүргізетін боламыз. Бізге екі бөлік осылай кесіп алу керек болады. Екі жолақ дайын күйінде ширинасы 4 сантиметр, ал тігіспен 5 сантиметр осылай матаны қабаттап 5 сантиметр көк жиек үшін осылай велюрымызды кесіп алатын боламыз. Екінші бөлігінде дәл солай қайталап қиып шығамыз. Матаны ашып, жарты бөлігіне осылай дублеринді кесіп жабыстыратын боламыз. Жолағымызды бір-біріне қаратып тігіс жүргізіп аламыз. Іші полный дублеринді алып жасалып болғаннан кейін осылай екі бүктеп мойынның насечкасына, дәл ортасына артқы мойынның бөлігіне
қойып, мойыннан астына қарай екі бетінде 1 см тігісте тігіп шығамыз. Оверлок жүргізіп аламыз. Одан кейін осы баскамыздың соңында оверлоктап шығатын боламыз. Бұл обработканың ең оңай тәсілі. Бұндай жилетканы подкладкамен тіксе де болады, немесе осылай косая бейкамен обработка жасап шықса да әдемі көрінеді. Жилетка дак матасынан тігілгендіктен өте жеңіл болғандықтан мен ішкі обработкасын, асты жағын, барлық бөліктерін оверлокпен обработка жасадым. Тек қолтық ойындысын ғана осылай бейкамен жауып шығатын боламын. Видеода көрсетілгендей бейкамызды бір қайырып, осылай оң жағынан қоямыз. 0,7-0,8 мм немесе 1 см осылай тігіс жүргізіп шығамыз. Бейканың артық жерін кесіп тастап, осылай видеодағыдай бейкамызды ішке қарай 2 қабаттасақ, өзі полностью үш жағына қарай өтетін болады. Бұл мата көрінбейді сыртқа. Осылай видеодағыдай қабаттап 1 см көлемінде бастырып тігіп шығатын боламыз. Косая бейкалардың негізі дайын түрлерде сатылады. Бірақ мен кәдімгі хлопок матадан 4 см ширинада ұзындығын кішкене ұзынырақ етіп кесіп алдым. Осылай тігіп шығу өте ыңғайлы. Біздің обработкамыз осылай шықты. Жилетка толық тігіліп бітті. Келесі кезең әсемдейміз. Осындай алтын түсте қазақи нақыштағы фурнитурамен қазір алдыңғы жолағына тігіп шығатын боламын. Жилеткамыз дайын болды. Сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.